Сүйікті әйел болудың құпиясы. Екінші тарау. Ер азаматтың ойындағы мінсіз әйел. Ер адамдар қандай әйелді мінсіз санайтынын білу үшін олардың көзімен қарау керек. Әйел сөйтсе сүйкімді болады деген түрлі стереотиптерден арылу керек. Өйткені ер адамдардың нені қалайтынын біз біле алмаймыз. Олар басқаша ойлайды. Әйелдердің өз арасында сүйсінетін қасиеттері ер адамдарды қызықтырмауы мүмкін. Керісінше әйел адамдар бір-біріне онша мән бермейтін қасиеттер ер жігіттердің есін алуы ғажап емес. Кейде сырт келбетімізбен алысып, оған бар уақытымызды жұмсаймыз. Орта жасқа келгенде әжіміміз бен артық салмағымыз шошытады. Әдемілігімізбен бірге күйеулеріміздің махаббатынан да айырылып қаламыз ба деп қорқамыз. Әйелді күйеуіне сүйкімді етіп көрсететін тек сырт келбет емес екенін білсек қой. Сырт келбет маңызды, алайда сіз ойлағандай деңгейде емес. Әйел күйеуіне сыртқы әдеміліктен де жоғарырақ дүниелерді ұсына алу керек екен. Сенбесеңіз, күйеулерінен айырылған небір сылқым сұлуларды еске түсіріп көріңіз. Өзімізше тартымды емес санайтын әйелдердің күйеулері оларға неге сонша адалдық танытатыны туралы ойланыңыз. Ал мен сіздерге ер азаматтар қандай әйелді мінсіз санайтыны туралы айтып беруге тырысайын. Сіздер жігіттердің талғамы әртүрлі ғой, біріне сабырлы, тыныштықты жақсы көретін әйел керек, енді бірі ашық ақ көңіл қызды ұнатады дерсіз. Рас десек те олардың бәріне ортақ тартымды көрсететін қасиеттері бар. Мінсіз әйелдің бойынан біз сол қасиеттерді іздейміз. Періштелік және адами. Жігіттердің ойынша әйелдің екі сипаты бар. Бірі оның рухани қасиеттері, біз оны періштелік сипаты деп атаймыз. Екіншісі адами мінездері, оны адами сипаты дейміз. Періштелік сипаты жігітті қалай бар солай қабылдайды, ішкі әлемі бақытқа толы, көркем мінезді, үй шаруасының шебері. Ал адами сипаты биязы, жұмсақ, нәзік, бақыт шашып тұрады, сырт келбеті, жүріс-тұрысы әдемі, сөзі әдемі, балалық қылықтан. Екеуі де маңызды. Ер адамның көзінде осы екі қасиетте бойына сіңірген әйел мінсіз саналады. Күйеуінің шынайы махаббатына ие болу үшін екеуі де әйелге керек. Чарльз Диксонның кейіпкері Дэвид Копперфилдің оқиғасында Агнес пен Дора атты екі әйел келтіреді. Агнес періштелік қасиеттердің көрінісі болса, Дораға адами қасиеттер тән. Дэвид Агнесті бала күнінен танитын, екеуі жақын дос болды. Агнес оны мұнайғанда жұбататын, қуанғанда жанынан табылатын. Екеуінде рухани жақындық бар еді. Бірақ қанша достық пейілде болса да, Дэвид Агнеске емес, Дораға ғашық болды. Дора ер адамның жүрегіне нәзіктік құятын, оны құшақтап қорғағын келетін. Дэвид оны дауысы ғажап, ақ көңіл, күлкісі сыңғырлап, өзіне баурап алады деп суреттейтін. Оның еркелігі, бала секілді сенгіштігі Дэвидтің жүрегін жаулады. Дораға үйленсе де Агнесті ойлау. Дораға деген махаббаты шексіз болса да, Дэвидке Агнестің түсінігі, жұбатуы, рухани көмегі жетіспейтін. Дора және үй шаруасы. Некелескеннен кейін Дора үй шаруасынан ақсады. Үйлері үнемі шашылып жататын еді. Дэвид рецептер жинақталған кітапша сатып әперсе де, Дора тамақ жасау білмейтін. Соған қарамастан Дэвид оны жақсы көрді. Алайда ол толық махаббат емес болатын. Соңында Дора қайтыс болып, Дэвид Агнеске үйленеді. Солай өміріндегі бос кеңістіктің орнын толтырғандай болады. Ол үй шаруасына күшті еді, әрі оның жанын түсінетін. Балалы болды, өмірлері әдемі жалғасын тауып жатты. Дэвидтің Агнеске деген махаббаты да сүйсінтерлік болғанымен толық емес еді. Ол ерекше нәзіктікпен Дораны еске алатын. Агнес пен Дораны салыстырсақ. Егер Агнес Дора секілді балан, қылықты, жігіттің қорғауына, басқаруына мұқтаж болса, Дэвид қателік жасап басқаға үйленбес еді. Оның Агнеске деген құрметі нағыз махаббат айналар еді. Ал Дораның түсінігі мол, көркем мінезге ие болып, үйге тәртіп орнатса, Дэвидтің оған махаббаты толық болар еді. Агнеске талдау. Агнес ер адамдарды еліктіретін 4 қасиетке ие еді. Ол мінсіз әйелдің періштелік сипатына тән қасиеттер.
Біріншіден, Дэвид Агнеске өзіне рухани әсер ететінін айтатын. Екіншісі, Агнес ер адамдарды түсінетін. Ол Дэвидтің қайғысына бірге қайғырып, қуанышына ортақтаса білді. Үшіншіден, ол үй шаруасына пысық болатын. Ал төртіншіден, ол ішкі дүниесінде тыныштық, бақыт бар еді. Агнеске не жетпейді? Ол шектен тыс тәуелсіз болатын, Дэвидке арқа сүйеп, одан қорған сезінбейтін. Сондықтан оған ер адамның қамқорлығы қажет еместей көрінетін. Оған балаң қылық, сеніп қала береді, аңғалдық жетіспейтін. Еркектердің жүрек қылын қозғайтын жұмсақ, нәзік сөйлеу мәнері жоқ болатын. Дораға талдау. Оның еліктіретін әдемі сөйлеу мәнері бар болатын. Ол кішкентай қыз сияқты ерке еді. Дора нәзік болатын, көздері тұнық, бақытты қыз еді. Ер адамдардың қамқорлығы мен басшылығына мұқтаж әлсіздігі бар тұғын. Дораға не жетпейтін? Ол үй шаруасына мүлдем жоқ еді. Оған мінез жетіспейтін, жұмсақ, нәзік болғанымен эгоистігі басым болды. Дэвидке қолдау білдіре алмады. Ер адамдардың жанын түсінбейтін, бұл басты кемшілігі. Бағалай алмайтын, интеллектуалдық қолдау білдіре алмайтын. Сондықтан ер азаматтың шексіз махаббатына бөлену үшін сізге жоғарыдағы екі сипатта болу керек. Дерюшетта. Виктор Гюгоның «Тюрженики море» романының кейіпкері Дерюшеттада періштелік сипатта, адами сипатта бар еді. Ол барлық әйел затына үлгі бола алады. Періштелік сипаты әдемі мінез, кімге көмек қажет екенін бірден байқап қолын соза қоятын. Үй шаруасына келгенде алдына жан салмайтын. Ішкі жан дүниесі бақытқа толы еді. Адами сипаты балан, аңғал, құбылмалы, әр кезде әр түрлі боп өзгере қоятын, сырт келбеті тартымды, сөзі жұмсақ, айналасына бақыт шашып тұрады, үнемі қуанышты, оның күлкісі қайғынды жеңілдететін, жанында болуы жүрегінді жылытатын. Қорытынды. Жоғарыдағы зерттеулер арқылы ер адамдар ынтықтыратын кішкентай қызға тән баландық, нәзіктік, жұмсақ мінез, аңғалдық, ойнақылық секілді қасиет екеніне көзіміз жетті. Періштелік қасиет пен адами қасиет қосылып, әйелді сүйікті, қылықты етеді. Періштелік сипат ер адамды тәнті етіп, әйелге деген құрметін ұлғайтады. Әйелдің бұл қасиеттері еркекке тыныштық пен бақыт әкеледі. Ал адами сипаты көңілдендіріп, қуантып, ер адамның қорғаныш болу, қамқорлық секілді қасиеттерін оятады. Ер адам үшін екеуі де маңызды, шынайы махаббат үшін екеуі де қажет.